Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі біздің үшінші сабағымызды бастаймыз. Бүгін үшінші сабақта мен сіздерге пиф-паф әдісін үйреткім келіп отыр. Бұл пиф-паф әдісі Рубик текшесінде маңызды алгоритмнің бірі. Яғни бұны бірінші қатарды құрған кезде, екінші қатарды құрған кезде қолданатын боламыз. Сондықтан да пиф-паф әдісін үйреніп, алгоритмін жаттап алып, тез құрап үйренуге дағдылануымыз керек. Рубик текшесін тез құрып үйрену үшін. Енді бастап көрейік. Рубик текшесін кез келген бағытқа жоғарыға ақ түсін жоғарыға ұстап көрейік. Рубик текшесін өзімізге алдын және жоғары асты осылай ұстап бастайық ал. Пиф-паф әдісінің қадамдары: оң, жоғары, сағат тілімен, оң, кері, сағат тіліне қарсы, жоғары, сағат тіліне қарсы. Міне, 4 қадамнан тұрады осындай. Тағы да істеп көрейік. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. Тағы да бір рет. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. Міне осындай 4 қадамнан тұрады. Біздер 3 рет істедік, тағы да 3 рет істеп көрейік. Сонда біздің Рубик текшеміз қайтадан қалпына келеді. Яғни пиф-паф әдісін 6 рет орындасақ, бастапқы қалпына қайтып келеді. Бұл енді оң жақ бағыттан жасалған пиф-паф әдісі. Оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. Осылай. Енді пиф-паф әдісін сол жақпен орындап көрейік. Сол, кері, сағат тіліне кері бағытқа. Жоғары, кері бағытқа, сағат тіліне. Сол, сағат тілімен, жоғары, сағат тілімен. Міне, дәл осы оң жақтағыдай, тек сол жақта орындаймыз. Тағы да орындап көрейік. Сол, кері, жоғары, кері, сол, сағат тілімен, жоғары, сағат тілімен. Міне, 6 рет орындадық, орнына қайтып келді. Осылайша біздер пиф-паф әдісін үйрендік. Бұл пиф-паф әдісі біздің Рубик текшемізді құрастыруда бастапқы қатарда, ортаңғы қатарда керек болады бұл алгоритм. Және өздеріңіз үшін осы пиф-паф әдісін жасап, тез-тез қолдарыңызды жаттықтыруыңызға болады. Сосын экран бетіне келтірген шартты белгілерді жазып, формуласы десек те болады, соны жазып қойсаңыздар, сол шартты белгілермен жаттап алсаңыздар, тез үйренесіздер. Менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Осы Рубик текшесін құрастырудың оңай тәсілдерін үйрететін боламын. Алдыңғы сабақтарда келесі 4-ші сабағымызды қалдырып алмаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.